Қорғаушылар күнімен және де 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймыз. Ұранды елдің ұрпағы қайсар атты ашық тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Жауынгер біздің саңлақтар, жауды жеңген солдаттар, ардақтан отан ел үшін, бақытты туған жер үшін. Отан үшін мен болғаны танып тұрады. Оларды әсте ұмытпайды халық болып. Ерлік даңқы ешқашан да өлмейді, батырлардың жүрегі отырған. Жеңіс күні бар әлемге әйгілі, көктем шуақ толғанша майының айтшы қане. Біздің жеңіс жайлы кездей соқпа көтерді тосқылы. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен ерлігімізді қастақпай көзетіп тұрған халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбынына арта берсін. Күннің қатты гүрілі, айтар рухтай түк емес, қарсы келген қарысы, қандай қайрат, қандай күш. Оған сірә жүк емес, жауынгер болу бұл бақыт, жас ұрпақ, есей шынақ өз, дей келе ортаға, қыздардың орындауындағы алға қазақ жігіттері қоры. Жеңіс күні күтті болсын аталар, ұмытпаймыз ешқашанда жауынгерді балалар. Күнге күшті 6 мамырдың сәулесі түсті, дүниеге ұлы жеңіс келді деп бүгіне тағы да шырғысты. Суанды жаны жарқын, қайрат күшім, құрыш мұғым, тамыл жыған жаны алтын, қорған ел тыныштығын. Мен сені бастау болағым, өзіңе шашу болайыным. Сап түзеп, шықты нық басып, қырандай берік ұлан. Ұланда жас қыранда өткен елдің түлегіміз, көркейе бер гүл еліміз, сен деп соққан жылындап тұр жүрегіміз. Армысыздар ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастары. Құтты болып мереке баршаңызға, бақ беріп әкелсін отбасыңызға. Жігітті керемет қой расында, жауапкершілік бар олардың басында. Өзге ұлттардың жігіттері түк емес, кереметте қазақ жігіттің қасында деп, дей келе ортаға солдат боламын ертең, дүниемен ер балаларды шақырамын. Soldat olan
басы үйсінбеген күміс күме аруларға кімдер басын емеген дей отырып келесі кезекті биші қыздарға береміз. Қазақ биі. Құттықтаймыз шын жүректен сіздерді, өмір думан баққа келсін береке деп, әрқашан күн сүнбесін әніне кезек береміз. Мамыр күнімен 9 мамыр бүгінгі мамыр ашай тыныш өмір аталарымыз қалыптастырған берік бірлік нәтижесінде келді. Ер жігіттің қол болмай, ару қыздың күн атанбай, халықтың бірлікте өмір сүруі нақ бұлардың арқасында. Аға айтпақ пен жас сенің буының отанымызды қорғап, қызметте айтуы үлес қосқан біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Ағалар біздің кең арқау астарымыз, жол қуар солардың жастарымыз, абзал жанды ақылгөй ағаларға ілтипатпен үйірген бастарымыз деп, бүгінгі мерекелік кезімізде өз мәресіне жетті. Осы ердің ұрпағы қайсар атты мерекелік тәрбие сағатымыз аяқталды. Аспанымыз ашық болсын, бейбітшілік болсын, еліміз тыныш болсын. Тыңдап көргендеріңіз үшін көп рахмет.